Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен банан қосылған печенье жасаймыз. Сіздерге бір айтар кеңесім, жұмыртқаның орнын банан толтыра алады. Бірінші біз бананды вилкамен езіп аламыз. Мінекей біз бананымызды езіп алдық, енді біз оны бір ыдысқа салып аламыз. Енді оның үстіне сары май және де қант қосамыз. Бәрін араластырамыз. Мінекей мен бәрін араластырып алдым. Енді біз бұны бір шетке қоя тұрамыз. Енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Бірінші ұнға какао қосамыз. Сосын жарты қасық сода, ванилин және де кішкене ғана тұз саламыз. Енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Мен құрғақ заттардың бәрін араластырып алдым. Енді біз оның үстіне сұйық массамызды құйып, бір қалыпқа қамыр шығарып аламыз. Араластырамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек. Әдемілейміз. Осылай барлық қамырға жасап шығамыз. Мінекей достар, біз печеньелерімізді әдемі қылып кесіп алдық. Енді біз оны 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің банан қосылған печеньеміз дайын. Банан мен какаоның дәмі қосылып, керемет дәм беріп тұр. Ортасы әдемі піскен. Егер де сіздерге менің рецептімді ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де комментарийға менің не жасағанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.